Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бір жасаған анақ ерекше әрі дәмді жұмсақ болып шығатын өрілген нанның рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде менімен бірге болып комментария қалдыруларыңызды сұраймын. Және жасалу жолы өте оп-оңай әрі қарапайым. Ең алдымен осылайша біз қажетті барлық заттарымызды таразымен өлшеп аламыз. Сол кезде біздің нанымыз өте жақсы әрі дәмді болып шығатын болады. Мінекей осылайша барлық ұндарымызды өлшеп алғанымыздан кейін, үстіне жылы сүтімізді құйып алғанымыздан кейін жылы суымызды құйып аламыз. Тұзымызды салып, ашытқымызды салып, сұйық майымызды құйып аламыз. Қантымызды салып, қамырларымызды жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Қамырларымызды жақсылап тұрып елеп аламыз. Қамырларымыз өте қатты жұмсақ болып кетпеуі керек, өте тастайды болмауы қажет. Ашығанша бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз өте әдемі болып ашыды. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Қамырларымызды жақсылап тұрып күлшелеп аламыз. Мінекей осылайша қамырларымызды жақсылап тұрып күлшелеп алғанымыздан кейін қамырымызды әдемілеп тұрып жазып аламыз. Қамырымызды өте қатты жұқағып жазбаймыз, дәл осылай видеодағыдай етіп жазып аламыз. Жазып алғанымыздан кейін мінекей осылай кесіп алып, дәл видеодағыдай етіп өріп шығамыз. Осылайша бір қамырдан екі түрлі өрім өріп шықтым. Өрілген нандарымыздың үстіне жұмыртқамызды жағып, және де күнжетіміз бен магымызды сеуіп, 220 градуста пісіріп аламыз. Біздің пешіміз қызып тұрса өте жақсы болып піседі, және де нанымыз пісіп болғаннан кейін беті сәл тастайлау болып шығатын болса, бетін шүберекпен жауып қойсақ, нанымыз әп-әдемі болып жұмсақ болып шығады. Мінекей біздің өрілген нандарымыз қып-қызыл әрі әдемі болып пісіп шықты. Нанымызды бөлген кезде де үлпілдек әрі жұмсақ болып пісіп шықты. Орталарының барлықтары әдемі болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін, өйткені өте жұмсақ, сондай мамықтай болып шығады. Сіздермен болған Айзада керемет рецепттер болады. Сол себепті арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіз.